Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әріптестер. Бүгін біз қазақ поэзиясының жарық жұлдызы, қазақтың көрнекті ақыны, жазушы, аудармашы және қоғам қайраткері, Қазақстанның мемлекеттік әнұранының мәтінін жазған авторлардың бірі Нәжмеденовтің туылғанына 90 жыл толуына орай шығармаларын еске алып, оның мәңгі өлеңдерінің мұрасын қадірлей отырып, жыр мұхитының жиһангері тақырыбындағы еске алу кешіне қош келдіңіздер. Жұмекен Сабырұлы Нәжмеденов 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ құнының Ашақ деген жерінде келген. 48 жасқа толуына 6 күн қалғанда 1983 жылдың 22 қарашасында дүниеден озды. Ақын өлімінен кейін Нәжмеденов Қазақстанның қазіргі әмірін мәтіннің авторы. Менің Қазақстаным әні оның шығармашылық жолының басында ақын